Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Ұшқан ұя» повесіне қатысты менің көзқарасым. Сабағымыздың мақсаты шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Бағалау критерийлері шығармадағы рухани және материалдық құндылықтарды тауып, сәйкестендіреді, үзіндідегі рухани құндылықты талдап, көзқарасын білдіреді, автор сөзін талдап, ой-пікірін жазады, ұлттық тәрбие, салт-дәстүрге қатысты нақыл сөздер мен мақал-мәтелдерді анықтайды. «Ұшқан ұя» этнографиялық бояуы қалың, ғұмырбаяндық туынды. Онда ұлттық келбет, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптар анық көрінеді. Автор тәрбие бастауы халықтық педагогикада жатқанына назар аударады. Бауыржанның қалыптасуына әсер еткен ұшқан ұясы. Оның сезімтал, елгезек болып өсуіне әже тәрбиесі ықпал еткен. Ақылды, қайсар әже немересін табанды, батыл етіп тәрбиеледі. Жазушы бесікте жатқанда құлағына анасының әлдиі сіңбеген баланың көкірегі кейін керең болып қалмаса деп қорқамын дейді. Автор тәрбие бастауы отбасында екеніне көңіл бөледі. Жазушы көненің көзіндей болған ұлттық құндылықтарымызды насихаттай білді. Ұлы дала елінің мәңгілік мұраттарын паш етті. «Ұшқан ұя» өскелең ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелейтін туынды. Енді бүгінгі сабағымызда материалдық және рухани құндылықтарды анықтайтын болғандықтан қайталау жүргізіп алсақ. Құндылық бір заттың маңыздылығы, пайдалылығы. Материалдық құндылыққа әдетте тарихи жәдігерлер, еңбектің, тұрғын үйдің жағдайы, киімнің сипаты, сондай-ақ мемлекеттік жүйе, сот өндірісі сияқтылар жатады. Рухани құндылыққа ұлттық болмыс, салт-дәстүр, білім, өнер, дін, құқықтық және саяси сана, тиісті идеялар, нормалар, теориялар жатады. Енді бірінші тапсырмаға назар аударайық балалар. Шығармадағы рухани және материалдық құндылықтарды сәйкестендіреміз. Ол үшін бірінші үзіндіні оқып алайық. Бірінші, әкем басымнан сипап отырып, «Жарайсың балам, үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа, әдепті бала сөйтеді» дейтін. Екінші, жаңадан билік құра бастаған орыс әкімдері алым-салық қағаздарын шығарып, қол қою, бармақ басу деген әдетке айналды. Үшінші, менің кәрі апам қыз тумас, маған ертекті көп айтатын, әлде әнді көп айтатын. Төртінші, сайлау науқанында екіұдай тартыс, пара беру, жала жабу, қулық-сұмдық, болыстыққа талас, өрттей қаулай берер еді. Міне осы үзінділерді оқып, қайсысы материалдық құндылыққа жататынын, ал қайсысы рухани құндылыққа жататынын анықтауымыз керек. Бірінші тапсырманың дескрипторы оқушы шығармадағы рухани және материалдық құндылықтарды тауып, сәйкестендіреді. Тапсырманы орындап болсақ, өзімізді тексеріп көрейік. Үзіндіні оқып, материалдық және рухани құндылықтарды сәйкестендіреміз. Бірінші, әкем басымнан сипап отырып, «Жарайсың балам, үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа, әдепті бала сөйтеді» дейтін. Бұл рухани құндылыққа жатады. Екінші, жаңадан билік құра бастаған орыс әкімдері алым-салық қағаздарын шығарып, қол қою, бармақ басу деген әдетке айналды. Бұл материалдық құндылыққа жатады. Менің кәрі апам қыз тумас, маған ертекті көп айтатын, әлде әнді көп айтатын. Бұл рухани құндылыққа жатады. Төртінші, сайлау науқанында екіұдай тартыс, пара беру, жала жабу, қулық-сұмдық, болыстыққа талас, өрттей қаулай берер еді. Бұл материалдық құндылыққа жатады. Жарайсың оқушым, тапсырманы жақсы орындады деген сенімдемін. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Үзіндідегі рухани құндылыққа байланысты ойды тұжырымдап, өз
ой-пікірімізді жазуымыз керек. Үзінді. Әкем маған ата тегіміздің аты жөнін үйретуші еді. Кімнің баласысың? Деп сұрайтын ол. Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылайша жеті атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң менің жеті ата жөніндегі білімімді тексеретін. Ел танудың басы ең алдымен осылай басталатынын ол кезде кім білген? Екінші тапсырманың дескрипторы оқушы үзіндідегі рухани құндылықты талдап, көзқарасын жазады. Тапсырманы орындап болсақ, өзімізді тексерейік. Үзіндідегі рухани құндылыққа байланысты өз ой-пікірімізді жазайық. Ұшқан ұя романында рухани құндылықтар жақсы көрініс тапқан. Дәл осы үзіндідегі ой жеті атасын білмеген жетесіз деген мақалмен байланысты. Оның астарында үлкен мән мағына жатыр. Өз ұрпағына жеті атасын үйрету атадан балаға жалғасып келе жатқан қазақтың тәрбиелік дәстүрінің бірі. Атасының ғана емес, әулетінің шежіресіне қанығып өскен бала ата тегін қадір тұтатыны белгілі. Бала бауыржанның батыр болып ер жетіп, өз тарихына, ата тегіне құрметпен қарайтын тұлға болып қалыптасуына жеті атасын бала кезден білуі әсер еткені байқалады. Өте жақсы оқушым. Осы шығармаға байланысты өз көзқарасыңды жазып болсаң, үшінші тапсырмаға кезек келді. Ертексіз өскен бала рухани мүгедек адам. Біздің қазіргі балаларымызға әжелері не шешелері ертек айта бермейді. Содан қорқамын. Менің қазіргі келіндерім немерелеріме бесік жырын айта білмейді. Бесікте жатқанда құлағына ананың әлди әні сіңбеген баланың көкірегі кейін керең болып қалмаса деп қорқамын деген автор сөзін қалай түсінесің? Ата-әжелердің дана тәрбиесі туралы ой-пікіріңді жаза ғой. Үшінші тапсырманың дескрипторы. Автор сөзін талдайды, оқушы өз пікірін жазады. Тапсырманы орындап болсақ, өзімізді тексерейік. Ертегі тыңдамай өскен бала рухани жұтаң болады. Қазір немерелеріне ертегі айтып беретін әжелер аз. Ол әжелерді мақтан тұтуымыз керек. Баласын бесік жырмен ұйықтататын аналар да жоқ дей алмаймыз. Бар, бірақ аз. Оның түрлі себептері бар. Негізгісі адамдардың заман ағымына сай өмір сүруі. Ата-әжелердің дана тәрбиесі қашанда маңызды және қажет. Абайдың әжесі Зере, Шоқанның әжесі Айғаным, Бауыржан Момышұлының әжесі Қызтумас, Қажымұқанның әжесі Айсары даналықтарының арқасында тарихта қалды және ұрпағына тағылым боларлықтай тәрбие берді. Олардың берген тәлімі тек бір отбасына ғана емес, тұтас қазақ ұлтына да рухани азық болды. Қазіргі әжелер сол дана аналардан үлгі алып, ізін жалғаса, ұлтымыз рухани бай бола түсіп, әр отбасының шырағы сөнбес еді. Әр отбасында Қажымұқандай, Абайдай, Шоқандай, Бауыржандай батыр да дана тұлғалар тәрбиеленер еді. Өте жақсы, жарайсың. Маған әрбір оқушының ой-пікірі құнды. Енді төртінші тапсырма. Ұлттық тәрбие, салт-дәстүрге қатысты нақыл сөздер мен мақал-мәтелдерді жазыңыз. Тапсырманың дескрипторы. Оқушы шығармадан ұлттық тәрбие, салт-дәстүрге қатысты нақыл сөздер мен мақал-мәтелдерді жазады. Тапсырманы орындап болсақ, өзімізді тексерейік. Ұлттық тәрбие, салт-дәстүрге қатысты нақыл сөздер мен мақал-мәтелдер. Жеті атасын білмеген жетесіз. Ел боламын десең, бесігіңді түзе. Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ. Бүгінгі сабағымызда шығармадағы рухани және материалдық құндылықтарды анықтадық. Үзіндідегі рухани құндылыққа байланысты тұжырымды талдап, өз ой-пікірімізді жаздық. Ата-әжелердің дана тәрбиесі туралы көзқарасымызды бүгінгі күнмен байланыстырып жаздық.
ұлттық тәрбие, салт дәстүрге қатысты нақыл сөздер мен мақал мәтелдерді анықтадық. Салт сана, дәстүр, ұлттық келбеті өте шынайы суреттелген шығарма ешқашан құнын жоғалтпай, оқырманын рухани байыта түспек. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Білім әлемінде жүздескенше оқушылар, қосымша тапсырма ретінде жауынгер жазушы Бауыржан Момышұлының нақыл сөздерін іздеп тауып, жаттап алыңыздар. Сау болыңыздар.